Made in China. Қытайда жасалған деген белгісі бар тауарлар бүкіл әлемді жаулап алғаны бір ғана адамның арқасында болған білдіңіз бе? Қазір Қытай әлемнің екінші ең ұлы державасы. Әлемдегі ең үлкен армия, ең үлкен өндіріс, ең үлкен порт пен аэропорт, ең биік әрі ұзын көпір, ең жүйрік пойыздар. Бұл Қытайдың ең деген тізімін әлі біраз жалғастыруға болады. Бірақ небәрі 50 жыл бұрын дәл сол Қытайдың күйі мынандай еді. Кеше ғана Қытай халқының түбіне жетейін деп қалған ұлт көсемі Мао Цзедунның мәдени революцияның зорлығы аяқталады. Ал дәл соның алдында ұлы серпіліс деп аталатын саясаттың кесірінен шамамен 40 миллион адам мерт болған адамзат тарихындағы ең үлкен ашаршылық өтеді. Болды, Қытай енді құрдымға кетті дегенде, тарихи сахнаға бойы небәрі 150 сантиметрді құрайтын Маоның есалаң саясатынан туған баласы өмір бақи мүгедек болып, отбасымен әбден азап шеккен Дэн Сяопин деген ұлы тұлға шығады. Бұл кісі өзіне ескерткіш орнатып, аэропорттар мен қалаларды өз атымен атамай, тыныш қана көзге түспей, ел игілігі үшін адал еңбек етіп, дәл солай тыныш кетіп қалады. Сондықтан да біздің елмен қоса бүкіл әлемде бұл тұлға жайлы көп айтыла бермейді. Алайда қазіргі дамыған Қытайдың атасы Дэн Сяопиннің тұлғасынан алар ғибратымыз ұшан теңіз. Армысыздар, бұл Friday Time арнасы, менің есімім Тілеухан Шыңғысханұлы. Бұл арнада тарих арқылы бүгінгі күнімізді түсіндіреміз. Егер де сізді біреу қортық деп мазақтаса, жасымаңыз. Бүгінгі кейіпкеріміз сізге рух беретіні сөзсіз. Ал егер де сіз біреуді қортық деп мазақтасаңыз, сақ болыңыз. Ертең сол қортықтың мерейі үстем болып, сізден кек алып жүрмесін. Достар, бастамас бұрын үлкен өтініш. Видеоларымызды арнамызға жазылып қарап, пікірлеріңізді аямаңыздар. Бұл әрекеттеріңіз арнамыздың дамуына өте маңызды. Ал бұл қолдауды аз көрсеңіз, төмендегі Каспи Пэй немесе тағы да басқа сілтемелер арқылы қазақ тілді контенттің дамуына қаржылай үлес қоссаңыз болады. Сонымен Қытайдың дамуы Дэн Сяопин, кеттік. Дэн Сяопин 1904 жылы Қытай тарихында 100 жылдық қорлық дәуірі деп аталатын өте қиын кезеңнің соңында дүниеге келеді. Англия, Франция, Жапония, тіпті Ресей империясының қорлық көріп, әбден тозған Қытай елі 1949 жылы ақыры егемендігін алып, азаматтық соғыста жеңіп шыққан ұлт көсемі Мао Цзедун жаңа Қытай Халық Республикасының қазығын қағады. Париж бен Мәскеуде білім алып, коммунистердің билікке келуіне аянбай еңбек еткен Дэн Сяопинді Мао жолдас биліктің ең жоғары лауазымдарына қояды. Алайда осы кезде Дэн Сяопиннің өмірінде сәтсіз, тіпті қайғылы кезеңдер басталады. Партия ішіндегі саяси интригалар мен Маоның ессіз реформаларының кесірінен Дэн Сяопин 3 рет биліктен қуылады. Әсіресе мәдени революцияның кезінде аласұрған тобыр Дэннің үлкен ұлын Пекин университетінің жоғары қабатынан лақтырып жіберіп, өмірінің соңына дейін мүгедек қылса, өзі дәл сол тобырдан әбден таяқ жеп, жұрттың көзінше қор болып, анау алыстағы провинцияға түзету жұмыстарына айдалып кетеді. Дегенмен де әр нәрсенің хайыры бар демекші, Дэн Сяопин мемлекет қайраткеріне өте қажетті, алайда аты шабыстың кесірінен жас кезінде ала алмаған білімді дәл осы айдауларда өз бетінше алады. Бұл қуғын сүргіннің кезінде Карл Маркс, Ленин, Маолардың еңбектеріне сыни көзбен ой жүгіртіп, соғыстан кейінгі Европа мен Жапонияның даму жолдарын зерттеп, болашақта іске асыратын реформаларын жоспарлайды. Неткен мінез деймді? Биліктің ең жоғары сатысынан құлап, күні бойы қара жұмысқа салынып жүргеніне қарамастан, Құдай әлі сәтін салады деп, Дэн Сяопин билікке оралуына дайындалып жүрген. Жалпы байқайсыздар ма, соғыстан кейінгі Германияны көтерген Аденауэр мен Эрхард секілді ұлы тұлғалардың бір ортақ қасиеттері бар. Қиын қыстау заманда айдауда жүрсе де, тағдырынан алымай, болашақта ел игілігіне жарап қалар деп ізденіп, мемлекеттің даму жоспарын құрып жүреді. Шынымен де, Құдай оңғарып 1973 жылы Дэннің қайраткерлігі мен қадірін білетіндердің атсалысуымен Сяопин Пекинге қайтарылып, вице-премьер қызметіне тағайындалады. Ал 1976 жылы ұлт көсемі Мао Цзедун қайтыс болысымен партияда саяси күрес басталып кетеді. 3 жылдың ішінде абыроймен қолдаушыларын жинап алған Дэн Сяопин Маоның қатыны бастаған төрттік банда деп аталып кеткен саяси оппоненттерін соттап, Қытайдың билік тізгінін толыққанды өз қолына алады. Билікке келісімен Сталинді Хрущев секілді масқараламай, Дэн Сяопин оның жұмысында 30% қате, алайда 70% дұрыс шешімдер болды деп,
Маоның мұрасы мен оған табыну культін сақтап қалады. Өйткені олай жасамаса, Маоның сәтсіз реформаларынан әбден ашынған халықтың алдында Қытай коммунистік партиясының беделі мен оған деген сенімін жоғалтып алып, елде тағы да бүлік шығатын еді. Ал азаматтық соғыстың азабын көрген Дэн Жолдас оттың қайта тұтануын еш қаламайтын. Оның орнына Маоның бүкіл қателіктерін әлгі төрттік бандаға жауып, Қытайды 30 жылда әлемнің екінші ұлы державасына айналдыратын реформаларды бастап кетеді. Енді кезінде Қытай тілін жетік меңгеріп, көрші елде елші қызметін атқарған дипломаттың арқасында Нұр атамыз неліктен аман жүрген түсініп отырған шығарсыз. Сонымен 1978 жылы Дэн Сяопин реформа және ашықтық деп аталатын жаңа саясатын жариялайды. Бұл саясатқа сәйкес Қытайда жоспарлы экономикамен қатар капиталистік елдердегідей нарықтық экономика элементтері енгізіледі. Осылайша аралас экономика немесе Қытайша социализм бастау алады. Іс жүзінде бұл реформалар мынандай керемет жемістер береді. Бірінші және ең маңызды өзгеріс жеке меншікпен, жеке кәсіппен, яғни бизнеспен айналысуға рұқсат беріледі. Нәтижесінде 80-90 жылдары Қытайда алғашқы шағын жекеменшік дүкендер мен кафелердің ашылуымен қатар Huawei, Lenovo, BYD секілді алыптардың іргесі қаланады. Келесі өте маңызды мәселе шетелдік инвестициялар. Оларды тарту үшін Дэн Жолдас қытайлықтармен бірлескен кәсіпорындарын ашуға мүмкіндік беріп, Қытайдың шығыс жағалауында 4 бірдей ерекше экономикалық аймақ құрады. Бұл аймақтарда бизнесті тез әрі оңай жүргізу үшін шетелдік корпорацияларға барлығы беріледі. Салықтық жеңілдіктер, валюта еркіндігі, оңай бюрократия және Қытайдың ең басты байлығы арзан әрі өте көп жұмыс күші беріледі. Шетелдіктермен бірлескен кәсіпорындарының ашылуының арқасында қытайлықтар батыстың озық технологияларын меңгеріп көшіре бастайды. Бұл шешімдердің жемісті болған соншалық кішкентай ғана балықшылар ауылы болған Шэньчжэнь мынандай мегаполиске айналады. Жалпы сол кезден бастап Қытай өндіріс пен экспорттың әлемдік орталығына айналады. Лисянь, Зикр, Хончи, Дипал бұл қытайлық брендтер өздерінің жоғары комфорт пен қолжетімді бағаларының арқасында Қазақстан жолдарында күннен күнге көбейіп келеді. Егер сіз де осындай сапалы көлікті Қытайдан тікелей ең тиімді бағамен алғыңыз келсе, осы істің нағыз маманы тілеген бауырының қызметін сіздерге ұсынамын. Қытайда көлікті таңдау, сатып алу, тасымалдау, растаможка, қазақ нөмірін алуға дейін бәрін осы жігіт жасап береді. Ал егер Friday Time арнасы арқылы хабарлассаңыз, тәкеңнің қызметіне 10% жеңілдік аласыз. Байланыс телефон төменде, уақытты созбай, қалаған көлігіңізге дәл қазір қадам жасаңыз. Дэн Сяопиннің жаңа саясаты кез келген елдің құты болған ауыл шаруашылығында қамтиды. Мао кезеңіндегі ұжымдық шаруашылықтар, біз айтқанда колхоздар таратылады. Оның орнына әр отбасы егістік жерін ұзақ мерзімге жалға алып, жиған өнімін нарықтық бағамен сатуға мүмкіндік алады. Нәтижесінде аштық пен жұттан көз ашпай келген елде азық-түлік тапшылығы жойылып, ауыл халқының табысы 2-3 есе артады. Бұлармен қатар білім беру, денсаулық сақтау секілді көптеген салалардағы Дэн Сяопин реформаларының арқасында Қытай елінің еңсесі әжептәуір көтеріліп қалады. Алайда бәрі де мінсіз болған жоқ. Бұл реформалар халықтың тұрмысын жақсартып, сырт көзге Қытай елі гүлденіп жатқанымен, оның ішкі проблемалары мен қарама-қайшылықтары тек арта береді. Экономикада мемлекеттің бақылауы әлсірегендіктен бағалар күрт өсіп, елде инфляция жайлайды. Кәсіпорындарына дотациялар қысқарылғандықтан жұмыссыздық өсіп кетеді. Оған қоса жемқорлық, рушылдық секілді көптеген әділетсіздіктерге әбден наразы болған халық 1989 жылы Бейжіңдегі Тяньаньмэнь алаңына шығып, экономикалық өзгерістермен қатар саяси реформаларды да талап етеді. Өкінішке орай, шерушілерді тарқату барысында мыңдаған адам қаза табады. Бұл оқиғадан кейін Қытай тарихында әлі күнге дейін жалғасып келе жатқан ұзақ үнсіздік дәуірі басталады. Саясатқа араласу, еркін пікір білдіру қатаң шектеледі. Әрине, халықаралық қауымдастық Қытайдың осынау қатаң әрекетін қатты сынға алады. Дегенмен де бұл оқиға шетелдік инвестицияларының Қытай экономикасына құйылуына тосқауыл болмайды. Әсіресе 1992 жылы, яғни мен туған жылы, Дэн Жолдас елдің оңтүстігін аралап, жергілікті шенеуніктерге дамуға кедергі етпеңдер, байығысы келетіндерге мүмкіндік беріңдер деп жаңа саясатты жеке түсіндіргеннен кейін тікелей шетелдік инвестициялар 4 миллиард доллардан 27 миллиард доллардан асып 3 есе артады. Бастапқыда батыс технологияларын енді ғана меңгере бастаған Қытай тауарларының ұсқыны мен сапасы осындай болатын.
Ал кейінгі 30 жылдың ішінде ғарышқа адам ұшырып, әйгілі Мерседес пен Тойоталармен иық тіресіп, тіпті электрокарларды шығаруда бәрінен де озып, қазіргі Қытай елі көптеген салаларда көшбасшылық етіп келеді. Достар, мен кәсіби саяхатшымын. YouTube'дағы блогымнан бөлек әлемнің көптеген елдеріне авторлық турларды ұйымдастырамын. Ай сайын Куала-Лумпур, Бали, Сингапур елдері мен қалаларына тұрақты саяхаттарымыз болып тұрады. Бұдан бөлек Қытай еліне бізде екі түрлі турларымыз бар. Біріншісі, кәсібіңізге қажетті тауарлар мен құрал жабдықтарды табуға арналған сапарлар. Екіншісі, Қытайдың тарихы мен мәдениетімен етене танысып, сұлу табиғатын тамашалайтын сапар. Осы және тағы да басқа саяхаттарымызға қатысу үшін төмендегі телефон арқылы хабарласыңыздар. Дэн Сяопин өмірінің соңына таяу туған еліне деген соңғы айтулы қызметін атқарып үлгереді. 1842 жылы бірінші апиын соғысынан кейін, яғни жоғарыда айтылған 100 жылдық қорлық кезеңінің басында Ұлыбритания Қытай шығысындағы Гонконг қаласын басып алады. Ал 1898 жылы бұл жерді 99 жылға арендаға алады. Осы мерзім 1997 жылы 1-ші шілдеде аяқталуы тиіс еді. Жалпы Гонконгты қайтару мәселесін Дэн жолдас сонау 70 жылдардан бері көтеріп келеді. Ал 1982 жылы Ұлыбритания премьер-министр Маргарет Тэтчер Пекинге келіссөздер келгенде Дэн Сяопин оған былай дейді: Қытай Гонконгты әскери жолмен де қайтарып алады. Алайда біз бейбіт жолда қалаймыз деп, Қытайдың енді әскери әрі саяси күші бар екенін айқындайды. Гонконгты қайтару бұл тек қана жерді қайтару ғана емес. Бұл ұлт намысын қайтару деп білген Дэн Сяопин осынау тарихи оқиғаны өз көзімен қатты көргісі келеді. Алайда тағдырдың жазуымен Гонконг Қытайға ресми түрде қайтарылуына небәрі 4 ай қалғанда 97 жылдың 19 ақпанында ұлы тұлға 92 жасында оған қиын, алайда өте қызықты өмір сыйлаған бұл дүниемен қош айтысады. Осылайша шалқар ойлы, бірақ аласа бойлы адам 5000 жылда Қытай тарихының жаңа бетін ашып, Азияның қазіргі ең ұлы мемлекетінің іргесін қалап кетеді. Бұл кісінің арқасында төңірегін санамағанда Африканың кедей елдерімен қоса Еуропа мен Америкаға ықпалын арттырып, жер бетіндегі ең көне империя байырғы құдіретін қайта жинап келеді. Қазіргі Қытайда Дэн Сяопиннің ескерткіштері, оның атындағы көшелер мен мекемелер көзіңізге түсе бермейді. Қайта ұлт көсемі Маоның бейнесін Юаньның бетінен бастап Тяньаньмен алаңына дейін көресіз. Бұл болашақ ұрпақ мені дәріптеп мақтамай-ақ қойсын. Ол маған керек емес. Ең бастысы, қорлық пен азаптан көз ашпай келген халқым аман болсын деп өткен кішкентай ғана, алайда ұлы тұлғаның өз қалауы болатын. Енді бұл видеодан кейін шығыстағы көршіміз кімнің арқасында дамығанын білесіз. Құдай қаласа, алдағы уақытта Қытай өзінің империялық амбицияларын қалай іске асырып жатқанын және де одан бізге қандай қауіп төніп тұрғанын айтып береміз. Сондықтан да арнамызға жазылып, жаңа видеоларымызды күтіп, комментарийлерде біздің тарихымызда Дэн Сяопинге тең келетіндей қандай ұлы тұлғамыз бар екенін жаза кетіңіздер. Бүгінге осы, келесі көріскенше бар болыңыздар.